Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы нөмір 11 мектеп лицейінің география пән мұғалімі Каимова Айгүл Исанбайқызы. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы географиялық аудандастыру әдістері. Сабағымыздың мақсаты зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру әдістерін қолданады. Бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз географиялық аудандастыру әдістерінің ерекшеліктерімен танысасыздар, нақты тапсырмаларды орындау арқылы аудандастыру әдістерін қолдануды үйренесіздер. Аудандастыру географиядағы маңызды әдістер қатарына жатады. Аудандастырудың ғылыми негіздері 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында қалыптасты. Аудандастыру арқылы аумақтағы географиялық жағдайлар ұқсас бөліктер жүйеленіп, өзіндік әркеліктері бар аумақтық жүйелер айқындалады. Аудандастыру негізінде географиялық кеңістік жіктеледі. Географиялық аудандастырудың басты мақсаты өзіндік белгілер жиынтығы бар аумақтық жүйелерді анықтап, кеңістіктегі шекараларын белгілеу, сипаттау. Аудандастыру аумақта белгілі бір құбылыстың белгінің бар жоқтығына және олардың сандық көрсеткіштеріне сүйенеді. Географиялық кеңістік аудандастыруда зерттеу нысанына байланысты ареалдарға жіктеледі. Аудандастыруда ареалдардың екі негізгі тобы ажыратылады. Біртекті ареал, торапты ареал. Біртекті ареал аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың барлық бөлігінде бірдей қасиеттерге ие және таралу жиілігі бірдей болады. Ареал ішіндегі байланыстар тығыз, тұрақты сипатта болады. Торапты ареал аудандастырылатын нысан немесе құбылыс ареалдың орталық бөлігінде неғұрлым айқын көрінеді. Шеттеріне қарай жиілігі төмендейді. Шекаралары көршілес ядроның ықпал ету ареалы арасындағы өтпелі аумақтар арқылы жүргізіледі. Біртекті ареалдарды анықтауда ұқсас нысандар екі түрлі тәсілмен біріктіріледі: қосу және бөлу. Бір немесе бірнеше белгілері бойынша ұқсас болатын аумақтарды қосу арқылы жинақтамалы аудан анықталады. Жинақтамалы ауданды анықтау аудандастыру мақсатына сәйкес белгілерді таңдап алудан басталады. Бұл тәсіл төменнен бастап аудандастыру деп аталады. Өйткені ол шағын аумақтарды неғұрлым ірі күрделі аумақтық кешендерге біріктіру үшін қолданылады. Талдамалы аудан үлкен аумақты бөлу нәтижесінде анықталады. Сол себепті бұл тәсілді жоғарыдан бастап аудандастыру деп атайды. Физикалық географиялық аудандастыру әдістері. Бірінші, жетекші фактор әдісі. Аумақтық табиғат ерекшеліктерін қалыптастыратын жетекші фактор геологиялық немесе климаттық айқындалады. Жалпы географиялық және тақырыптық карталар негізінде жетекші фактордың ықпал ету аумағы анықталады. Аумақтағы осы фактордың әсерінен қалыптасқан біртекті табиғат көрінісі, жер бедері немесе өсімдік жамылғысы тән ауданның шекаралары бөліп көрсетіледі. Беттестіру әдісі. Тақырыптық карта бойынша бірінші жетекші фактордың ықпал ету аумағының шекаралары белгіленеді. Екінші тақырыптық картадан екінші жетекші фактордың ықпал ету аумағының шекаралары белгіленеді. Екі фактордың ықпал ету аумақтары беттескен бөлікте ауданның шекаралары ажыратылады. Жетекші фактор әдісі ірі аймақтарды жіктеуде қолданылады. Мысалы, Қазақстандағы физикалық географиялық аймақтарды жіктеуде геологиялық және климаттық факторлар жетекші орын алады. Геологиялық факторлар негізінде ел аумағы 9 физикалық географиялық аймаққа бөлінеді. Шығыс Европа жазығы, Тұран жазығы, Батыс Сібір жазығы, Сарыарқа, Мұғалжар, Алтай, Сауыр-Тарбағатай, Жетісу Алатауы, Тянь-Шань. Қазақстан аумағы
өзінің мамандандырылуымен, шаруашылықты кешенді дамыту жолдарымен, өзіндік географиялық жағдайларымен, табиғи және еңбек ресурстарымен ерекшеленетін 5 экономикалық ауданға бөлінеді. Яғни орталық Қазақстан, шығыс Қазақстан, батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан және оңтүстік Қазақстан болды. Бірінші тапсырма. Еуразияны тарихи мәдени тұрғыдан аудандастырыңыз. Бірінші, Азияның қандай аудандарға бөлінетінін анықтаңыздар. Екінші, Европаның қандай аудандарға бөлінетінін анықтаңыздар. Енді дұрыс жауаппен тексерейік. Бірінші Азия, оңтүстік батыс Азия, оңтүстік Азия, орталық және шығыс Азия, оңтүстік шығыс Азия аймақтарына бөлінеді. Европа. Бірінші батыс Европа, екінші шығыс Европаға бөлінеді. Батыс Европа үшке бөлінеді, солтүстік, орта және оңтүстік Европа болды. Екінші тапсырмаларыңыз. Картада көрсетілген табиғи аудандарды өз атауларымен сәйкестендіріңіз. Енді дұрыс жауаппен өздерін тексерейік. Үшінші тапсырма. Атласты пайдалана отырып, кескін картаға Аустралияны гидрологиялық тұрғыдан аудандастырыңыздар. Бірінші, Үнді мұхиты алабының өзендерін анықтайсыздар. Екінші, Тынық мұхиты алабының өзендерін анықтайсыздар. Үшінші, Ішкі тұйық алабы өзендерін анықтайсыздар. Төртінші, шекарасын жүргізіп, сәйкес түске бояйсыздар. Оқушылар, бүгін сіздер географиялық аудандастыру әдістері туралы білдіңіздер. Алдағы бөлімде аудандастыру әдістері туралы толығырақ танысасыздар. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.